Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін өзекті тақырыптардың бірін талқылаймыз. Ол оқулықтардың сапасы, оқулықтардың мазмұны және оқулықтармен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты технологиялар. Өйткені жылда күз мезгілі басталған кезде бұл тақырыптардың өзектілігі арта береді. Сондықтан бірден көптеген мұғалімдерді мазалап жүрген сауалдарға жауап бергіміз келіп отыр. Сонымен қоса тағы да тәжірибесі мол, бірталай республикалық байқауларда жеңімпаз атанған, халықаралық деңгейге шыққан ұстаздардың да пікірін біліп, олардың тәжірибесін кеңірек танытқымыз келіп отыр. Енді өзімді таныстыратын болсам, мен Руслан Әділханұлы Қаратабанов, Алматы кітап баспасы жазып шығарған 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптар үшін география оқулығының авторымын. Енді әріптестеріме сөз бергім келіп отыр. Әрқайсысы өздерін қалай солайша таныстырып шықсын деген оймен. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті көрермендер. Менің есімім Разбек Мадияр Әлібекұлы. Мен Астана қаласы әдістемелік орталықтың география пәнінің әдіскерімін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Тұрғанбекова Алма Базарғалиқызы, номер 62-ші мектеп лицейінің география пән мұғалімі. Здравствуйте, коллеги. Я учитель географии школы-лицей номер 35, по совместительству классный руководитель и школьный координатор по исследованию. Енді құрметті әріптестер, бүгін біздің талқылайтын форматымыз еркін форматта болады. Алдын ала ешқандай сұрақтар дайындаған жоқпыз, алдын ала ешкімге ешқандай жауап берілген жоқ. Біз деген шынайы сіздерді мазалап отырған сұрақтарға жауап бергіміз келіп отыр. Сонымен қоса өздеріңізде бір айтарым бар деген ойларыңыз бар шығар, соны білуге де. Енді қалай болса да біздің бүгінгі осы подкаст төңірегінде қозғалған ойлардың барлығы мұғалімдерге бір көмек болады деген үлкен сенімдеміз. Енді менің бірінші қозғайын деп отырған мәселем қандай? Мадияр мырза, жалпы география пәні мұғалімдері сізге әдіскер ретінде бір қандай проблемаларын айтады, бір мүмкін шағымдар бар шығар, немесе бір жақсы ізгі ойлар тағы да бар шығар, жетістіктері, сол туралы кішкене бөлісе кетсеңіз. Рахмет. Енді қазіргі кезде осы білім саласында өте көптеген оқулықтар бар. Сол оқулықтардың ішіндегі ең озық жаңағы материалдары мен ақпараттарымен негізделіп жасалған ол сіздің оқулықтарыңыздың бірі. Маған география мұғалімдері жалпы сіздің оқулықтарыңыздың ішінде ең алдымен ол мынау безендірілуі ұнататын айтады. Ол ең бірінші мынау карталар, сызбалар, кестелер және тағы басқа. Енді қазіргі кезде география мұғалімдерінің ішіндегі ең оларға қажеттісі ол материалдық база. Себебі қазір биология, химия, физика пәндері арнайы лабораториялармен жабдықталған. Енді келесі мақсат бізге керектігі, география мұғалімдеріне керектігі ол сіздік секілді сапалы оқулықтар, осы Алматы кітап баспасынан шыққан және материалдық базаны көбейтсе екен деген ұсынысым бар. Жалпы сондай өтініш шағымдары бар, көбінесе ұсыныстар деп айтуға болады. Көп рахмет. Енді нақты практикаға көшетін болсақ, онда Алма ханым, сіз не айтар едіңіз? Жалпы оқулықпен жұмысты қалай ұйымдастырып жатсыз, немесе өзіңіздің маған деген сауалыңыз бар шығар, соның бәрін қозғауға болады. Рахмет, Әділханұлы. Мен Алматы кітап баспасын осы 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып оқулықтарын өзі тәжірибемде қолданам, және өз оқушыларыма осы материалды пайдаланам оқулықты. Маған да өте құнды мәліметтер бұл оқулықтың материалдық базасы. Бұл оқулықтан біз не аламыз? Жалпы Қазақстан туралы ақпарат аламыз. Қазақстанның жер көлемі, Қазақстанның халқы, Қазақстанның жер қойнауындағы пайдалы қазбалар өте біз дүние жүзіндегі әлемге танытып отырмыз. Өйткені біздің Менделеев кестесіндегі 100-ден астам элементтің 99 элементі осы жер қойнауында, Қазақстанның жер қойнауында табылып отыр. Сондықтан да бұл біз диаграммалармен, картамен және бұл сызба кестелермен жұмыс жүргіземіз. Бұл кітапта оқулықта толық берілген. Өйткені оқушылар қызыға оқиды. Руслан Әділханұлы, сіздің осы оқулықтағы ақпараттарды біз күнделікті үнемі сабақта қолданып отырмыз. Балалар күнделікті өзінің тәжірибесінде практикалық сабақтарды керемет қолданады. Бұл жерде мысалы ауа райына байланысты 8-ші класста өздері ойдан суретке бейнелей алады, құбылыстарды елестете алады. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, оқулықтың теориялық білімді біз оқушыларға толық жеткізе аламыз.
оқулық жақсы жазылған, керемет ақпараттар бар, қосымша тапсырмалар, қызықты тапсырмалар бар бұл оқулықта. Және мынау спиральді қағидатпен берілгеннен кейін оқушылар тапсырманы өз ойымен жеткізе алады. Құнды мәліметтер аламыз осы оқулықтан. Ол пікіріңізге көп рахмет. Жалпы осы оқулықпен жұмыс істеу барысында бір қиындықтар байқалмай ма? Өзіңіз үшін бір туындаған қиындықтар, оқушылар үшін туындаған қиындықтар? Енді оқушылар үшін туындаған қиындықтар, әсіресе оқушылардың ойлау қабілеті. Біз балаларға мүмкіндік беруіміз керек. Балаға сол тапсырманы қиындық туындаған кезде ойлануға мүмкіндік береміз. Балаларға қосымша картамен жұмыс жүрген кезде балаларда қиындық туындайды әрине. Сондықтан да бұл енді ол мұғалімнің шеберлігіне де байланысты деп ойлаймын. Өзіміз жақсы теориялық біліміміз болса, оқушыға дұрыс жеткізетін болсақ, бала ары қарата алып кетеді сабақты. Өте енді жақсы, тамаша деп ойлаймын. Көп рахмет. Тағы да бұл тақырыпты одан ары тарқататын боламыз. Енді қазір Тимур мырза, өзіңіз сізге де таңдау, я пікір айтуға, я сұрақ қоюға, екеуін бірде қолдануға болады. На самом деле, я сейчас знакомлюсь с этим учебником. Очень нравится, что он 2024 года издание. Почему это важно отметить? То, что статистика, информация, это все время меняется, и важно, чтобы наши ученики получали свежую информацию, ту, которая действует сейчас. И хотелось бы отметить те моменты, что алгоритм учебника, он очень прост. Здесь есть пошаговые инструкции, и как раз вот те потребности учащихся 9 классов, учеников с возрастом, с 15-летним возрастом, их особенности, их потребности, этот учебник учитывает, он, можно сказать, персонализирован, но здесь зависит от курса того, как будет сам преподаватель преподавать этот предмет, используя этот учебник и его инструменты. Спасибо. Мен тағы да сізге толтырып кеткім келеді. Бұл мен өзімнің елімнің патриотымын. Патриот болғаннан кейін біз Қазақстан географиясын оқыған кезде баланың бойына осы Қазақстанымыздың осы құндылықтарын дарытуымыз керек. Сондықтан да осы оқушыларға деген бір керемет мүмкіндік бар. Оқулықты оқи отырып Қазақстанның географиясын біз білеміз. Көп рахмет. Енді бұл жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыздың әлқиссасы болды. Енді бұл тақырыпқа кішкене тереңірек үңілетін болсақ, әрине оқулықтың мазмұнын бағдарламасыз қарастыруға болмайды. Енді бағдарламаға қандай идеялар салынды? Бірінші ретте бұрын біздің оқыту парадигмамыз бала мұғалім айтып береді, немесе оқулықтан оқып алады, содан кейін ертесі күн маған қайталап жаттап айтып береді, мен соның негізінде баға қоямын. Қазір оның барлығы аздық етеді, өйткені қазір бір ғана кнопканы баса салып, бала деген кез келген білімге қол жеткізе алады. Сондықтан біз деген баланы бір нәрсе істетіп үйретуіміз керек, бала деген білімді өз бетімен өндіру керек, өз бетімен өңдеу керек, өз бетімен бір қолдану тетіктерін табу керек. Енді сондықтан жалпы бағдарламада оқу мақсаты деген пайда болды. Оқу мақсаты бала нақты осы тақырыпты игеру үшін қандай амал әрекеттерді жасау керек, мұны сол бойынша жұмысты ұйымдастыру. Екіншіден, сіз дұрыс айта кеттіңіз, қазір бір ғана біліммен ғана шектелетін болсақ, баланың бойына ешбір құндылықты дарытпайтын болсақ, онда біздің бүкіл амал тірлігіміз бекер болады. Өйткені Әл-Фараби бабамыз айтқандай, тәрбиесі алынған білім ол адамзаттың хас жауы деген сияқты, біз балаларға құндылықтарды дарыта білуіміз керек. Өйткені қазір жалпы заман өзгерді, қоғам өзгерді, шекаралар ашық, бізге келетін азаматтар да көп, кететін азаматтар да көп. Сөйтіп бұрын шетелде ғана білетін құбылыстар елімізде бар, бұрын Қазақстаннан шықпаған кейбір өзіміздің дәстүрлеріміз шетелге қазір тарап кетіп жатыр. Мұны осы салада бала деген адасып кетпес үшін біз деген бірден құндылықтарды шегелеп тайға таңба басқандай салып қойымыз керек. Сондықтан осы оқулықтың мазмұнына да құндылықтарды барынша енгіздік. Үшінші элемент ол деген біз деген функционалды сауаттылықты дарыта білуіміз керек дедік. Бұрын мәселен біз деген халықтардың
ұлттық діни құрамын зерттеп жататынбыз, анау иудей, мынау индуист, мынау мұсылман деп. Бірақ не үшін ол білімді қандай салада қолдана білеміз деген сияқты сұрақтарға біз жауап бермейтінбіз. Қазірдің өзінде интернетте қаншама бір қалжыңдар толып жатыр. Ей алла, маған осы синус косинус қай күні керек болатын, сол күнді көрсетші деген сияқты. Сондай мына географияда да біз көптеген тақырыптарды үйрететінбіз, бірақ ол не үшін керек екенін үйретпейтінбіз. Қалай қолдана білу керек, нақты географиямен байланысты емес контекстте де осы білімдерді қалай қолдану керек деген сияқты. Сондықтан осы оқулықтарға міне бұл нақты қандай өмірлік жағдайларда қажет болады, оны қалай қолданасың деген сияқты тапсырмалар өте көп. Мәселен, мен деген іс-сапармен бір мемлекетке бара жатырмын, ол жақтың климаты қандай, өзімнің киімімді қалай жоспарлауым керек, ол жақта халықтың жейтін тамағы қандай, ол маған жарай ма жарамай ма деген сияқты алдын ала ақпарат жинап, елтанушылық бір деректері өздері үшін өңдеп буып түйеді. Ол функционалды сауаттылық. Үшінші, ол оқырмандық сауаттылық. Бұрын деген мәтінді тез жылдам оқып, минутына 135 сөз бе, 140 сөз бе, біз соны оқырмандық сауаттылықпен шатастыратынбыз. Ол тек қана оқу жылдамдығы. Ал оқырмандық сауаттылығы оқыған мәтіндерді толықтай түсіну және өз кәдесіне жарата білу. Сондықтан егер оқулық оқырмандық сауатты дамытам десе, онда оның мәтіндері қысқа болмау керек. Ол кәдімгі ауқымды мәтіндер болу керек. Міне сондай ауқымды мәтіндерді салғам. Міне ол бірақ енді мұғалімдер тарапынан маған былай көптеп тағылатын айыптардың бірі өте көлемді мәтіндер деп. Бұл көлемді емес, бұл оның методикалық астары бар. Кезінде міне кеңес педагогикасына келетін болсақ та, Ушинский айтқан бір бала әр пән бойынша күніне 10-15 минут оқу керек. Егер біз 7-ші сыныпта алатын болсақ, 7-ші сыныпта адам баласы саналы түрде минутына 135 сөз оқи алады. Енді оны 10-ға көбейтетін болсақ, 1350 сөз. Мына оқулықтың параграфтары сол көлемде жазылған. Міне соған қазір мұғалімдер де оқушылар да шыдамай жатыр. Не екені түсініксіз. Өйткені мен өзім бала кезде осындай оқулықтарымыз болатын, көлемді оқулықтар тағы да болатын. Егер Қытай Халық Республикасының немесе Сингапурдың оқулықтарын қарайтын болсақ, ол жерде бір тараудың өзіне кейде 2 томға дейін ақпарат болуы мүмкін. Сондықтан әсіресе Сингапурда оқырмандық сауатты барынша дамыту үшін тек қана мәтіннен тұратын оқулықтарды жазады. Ішінде ешбір кесте жоқ, ешбір сурет жоқ. Сонда сол мәтіндерге қарай отырып, бала деген өзі кесте де құрастыру керек, бала өзі диаграмма да құрастыру керек, бала соған қатысты бір көркем сурет пе, басқа да иллюстрация таба білу керек. Сонда ғана оқырмандық сауаттылық пайда болады. Міне сондай. Содан кейін қазір біз деген бағалау жүйесі өзгерді ғой. Сол бағалау жүйесінде формативті бағалау деген бар, суммативті бағалау деген бар. Мына формативті бағалаудың бере тұрыңызшы бір ерекшелігі, ол мені оқушы қаншалықты түсініп жатыр, түсініп жатқан жоқ деген сияқты. Егер оқушы тақырыпты түсінбегенін байқайтын болсаң, сол сұрақтар негізінде мен деген өзімнің түсіндіру стратегиямды өзгертемін. Өйткені қазір мен түсіндіріп жатсам, ол оқушыға түсініксіз болса, ол бірінші мінді өзімнен іздеймін. Сонда бүкіл балаға барынша түсінікті болу үшін басқаша түсіндіре бастаймын. Міне сонда мына оқулықтың ішінде мәселен бір мәтінді біз игере бастадық. Содан кейін бала қаншалықты түсінді, түсінген жоқ деген сияқты осындай мынау формативті бағалаудың сұрақтары арнайы түспен белгіленген. Енді суммативті бағалауға келетін болсақ, ол деген әр оқулықтың басында ойыңды сабақ бойынша ойыңды тұжырымда деген айдар бар. Енді суммативті бағалау тарауды қаншалықты игерді деген сияқты бұл жерде менің географиялық жетістіктерім деген тапсырмалар тағы да бар. Қазір енді мектептерде өкінішке орай 90 бойынша жиынтық бағалауды немесе тарау бойынша жиынтық бағалауды тек қана жазбаша және жабық тест түрінде береді. Бірақ критериалды бағалау ережелерінде мұғалім ауызша да жоба беруге болады, жазбаша да жоба беруге болады, гибридтік жобаларды да беруге болады. Тек қана тесттермен шектеліп қалу дұрыс емес. Сондықтан мұны бағалаудың форматтарының алуан түрлігін көрсеткіміз келді. Бұл жерде соның барлығы бар. Ал енді жалпы сіз өте дұрыс айттыңыз, біз патриоттық сезімді беруіміз керек. Сонда біздің оқулығымыз ең бірінші форзаттан басталады. Біз жыл бойы қандай мемлекетті өтеміз, біздің еліміз қандай, оның жауһарлары қандай, оның мақтанышы қандай деген сияқты осыларды мәліметтердің барлығын біз инфографика түрінде береміз. Ол өте оңай қабылдамады. Содан кейін ал енді пәнаралық байланыстарға келетін болсақ, бірінші ретте география сабақтары қазақ тілін игеріп алуға жәрдемдесу керек, ол бір. Екіншіден, қазақ тілінің жалпы о заманда
дамыған географиялық білімдер жүйесі болған деген ойды дәлелдеу үшін біз деген топонимика, ономастика айдарын әдейі қосып отырмыз. Егер суды өтетін болсақ, біз гидронимдерді, яғни су атауларын өтеміз. Егер жер бедерін өтетін болсақ, аронимдерді өтеміз. Сонда жалпы адам баласы Алатау деген кезде немесе Қарағанды деген кезде ол атаудың қандай мағынасы бар, ол қалайша қалыптасты, ол қалайша қандай ереже бойынша былай қағазға түсті деген сияқты нәрселерді үйретеміз. Сонда балалар деген жалпы қазақтардың табиғат танымын зерттей бастайды, ол бір. Екіншіден, қазақтарда сондай дамыған географиялық білімдер жүйесі болған. Өйткені қазіргі физикалық географияда, академиялық географияда қаншама терминдер бар, солардың басым бөлігі қазақ тілінде болған. Енді үшінші, көптеген атаулар бізде геосаяси рөл атқарады. Мәселен, бізде қазір әсіресе солтүстік Қазақстан, Оралдан Өскеменге дейін қаншама атаулар басқа тілде берілген. Сонда басқа біреулер айтуы мүмкін, ол сендердің атауларың жоқ, ол байырғы біздің жер деп. Сонда біз деген жоқ, көке тұра тұр, бұның бұрынғы аты Самалтау, қазір басқаша атап кеттіңдер. Бұрын қазіргі, мәселен, немесе бұл ешқандай Щучье емес, бұл Шортанды деген сияқты, ешқандай Чагленка емес, Шағалалы деген сияқты, сонда геосаяси рөлді атқаратын сондай материалдар тағы да беріп отырмыз, балалардың осындай сауаты ашылсын деп. Мына сондай құндылықтарды енгізіп отырмыз. Содан кейін бүкіл тапсырмалар, мәселен, Қазақстанда қандай қорық бар, Қазақстанда табиғи мұраға қандай нысандар кірді деп сұрақты қоймаймыз, немесе сонымен ғана шектелмейміз. Қазақстанның тағы қандай кереметтерін осы тізімге қоса аламыз деген сияқты тапсырмалар бар. Сонда сен әр тапсырманы орындай отырып, Қазақстанның мүддесін ойлай отырып құрастырасың, бала сол Қазақстанның мүддесін ойлай отырып, сол тапсырманы орындайды, сөйтіп іс-әрекетті патриотизм қалыптасады. Әрине енді маған айтады, оқулығыңды насихаттаған кезде алдыңа жан салмайсың деп, бірақ енді мұғалімдердің бір қиындықтары бар шығар, сол туралы өздеріңіз бөлісе кетсеңіздер, немесе сұрақтарыңыз болса. Руслан Әділханұлы, 7 сынып пен 8 сыныптың географиясы. Қазіргі кезде мына 9 сыныптың Қазақстан географиясындағы тапсырмалар тереңдетілді ме? 8 пен 9-дағы тапсырмалар 9 сыныпта тереңдетіліп берілді ме сізде? Біз жалпы бұл кітап алғашында 2 бөлім болып құрастырылған болатын. Өйткені бағана мен айттым ғой, мен ең жақсы көретін бағыттарым бірі функционалды сауаттылықты, оқырмандық сауаттылықты дамыту, ол деген көлемді мәтіндер талап етеді деп. Енді қалай болса да біз мұғалімдердің ой пікірін назарсыз қалдыра алмаймыз. Көбісі қысқартыңдар деген соң біз мәтіндерді қысқарттық, бірақ тапсырмалар сол қалпы қалды. Біз тек қана деректерді өңдеп шығардық. Өйткені бұл оқулықтар жазылған жылы 2017-18 жылдар болды. Одан бері қаншама Қазақстан халқының саны да өсті, бізде әкімшілік бөліністе өзгерді, 3-ші республикалық маңызы бар қала да пайда болды, Түркістан облысы қалыптасты деген сияқты. Бір елді мекендер қалалар тізіміне кірді, бір елді мекендер керісінше қалалар тізіміне шығып кетті. Сондай статистикалық деректерді, фактологиялық деректерді біз өңдеп шықтық. Тапсырмалар сол қалпы қалды, бірақ оның өзі ол баста бір тереңдетілген деңгейде берілген болатын. Өйткені біз қазір конструктивистік, яғни іс-әрекеттік оқу парадигмасына өттік қой. Сонда бірден балалардың іс-әрекеті қаныққан болсын деп, бірден балалардың іс-әрекеті бір толыққанды болсын деп күрделі тапсырмалар бергенбіз, мына сол деңгейде қалдырдық. Рахмет жауабыңызға. Руслан Әділханұлы, енді бір кітап болып жарық көрсе де 6 бөлімнен тұрады екен де солға. Бірақ не себепті экономикалық географияға сіз көп және нақты тақырыптар қойдыңыз, көңіл бөліпсіз экономикалық географияға? О неге байланысты? Енді Қазақстанның жалпы қазір енді көптеген сын пікірлердің бірі бұрынғы географияның құрылымы жоқ, жүйе өзгерген деген сияқты. Мына сол сұраққа біріншіден жауап бергім келіп отырады. Ең бірінші жалпы жер жаһан қалыптасты, литосфера қалыптасты, сондықтан біз литосфераны бірінші өтеміз. Содан кейін литосферадан бірте-бірте газдар бөліне бастаттағы ең бастапқы бірінші реттік атмосфера қалыптасты. Содан кейін атмосфера мен литосфераның газдардың әрекеттесуінен бірінші жер бетінде су пайда болды. Содан кейін мантиядан бірталай химиялық элементтер шығып, суға айналып, жер бетіне су болып төгілді. Сөйтіп, 3-ші реттік гидросфера қалыптасты. Гидросфера қалыптасқан соң, атмосфера бар, ауа бар, су бар. Сөйтіп, тіршіліктің қалыптасуына алғышарт жасалынды. Сөйтіп, биосфера пайда болды.
биосфераның бір құрамдас бөлшегі ол адам, ол бізде әлеуметтік география. Енді адам тіршілік етеді, оның шаруашылығы қалыптасады, сөйтіп экономикалық география келесі тарау. Содан кейін адам баласы экономикалық әл-ауқаты артқан сайын ол деген саясатпен айналысып кетеді, сөйтіп саяси географиямен осындай реттілік. Енді Қазақстанның географиясына келетін болсақ, физикалық география және экономикалық әлеуметтік география деген екі тең тараудан тұрады. Егер де Қазақстанның жер бедеріне келетін болсақ, ол жерде бізде бірнеше саусақпен санарлы тектоникалық құрылымдар бар. Саусақпен санарлы үлкен нелер, хоронимдер бар. Алатау, Жоңғар тауы, Алтай, Тарбағатай деген сияқты, Сарыарқа. Ал климатымыз бүкіл барлығы дерлік шұғыл континентті қоңыржай. Содан кейін табиғат зоналарын келетін болсақ, ол деген бізде кішігірім орманды дала, содан кейін дала, ал басым бөлігі шөл мен шөлейттер зонасы, өте кішігірім бөлігі таулы аймақтар. Сондықтан бұл енді бала 8-ші класста түбегейлі физикалық географияны жақсы білген соң, Қазақстанның физикалық географиясына сол білімдерді қолдану аса қиындыққа келмейді. Бірақ енді экономикаға, әлеуметіне келетін болсақ, біздің еліміз бүкіл ел сияқты бірегей. Біз өзімізді бір халық ретінде, этнос ретінде, қоғам ретінде танып алуымыз керек. Содан кейін біздің экономикамыз қандай, жалпы ал жақсы алға басқан экономикалар қандай сипатқа ие, солармен салыстыра отырып, өзіміздің осал тұстарымызды анықтаймыз. Осал тұстарды қалай жеңе білу керек, соны балаларға бір тапсырма ретінде береміз. Сөйтіп, сол себептен біз деген осы тақырыптарға көбірек көңіл бөлдік. Жақсы, рахмет. Енді бүгін біз мынандай керемет ғимаратта отырмыз. Жанымыздың бәрі кітап. Алматы кітап ұжымына үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді қазір жалпы Қазақстанда 7700-ден астам мектеп бар екен. Соның 5200-ден астамы ауылдық мектептер. Ал қалған 2400-ден астамы қалалық мектептер. Астамы деп айтайық, өйткені жыл сайын көптеген мектептер ашылып жатыр. Сонда мына сіздің оқулығыңыздың көбінесе аудиториясы, ол ауыл мектептері, ауылда оқитын оқушылар екен. Осы оқулықта сіз мынау өлкетану бойынша тапсырмалар немесе бір тараулар енгіздіңіз бе? Себебі біз ауылдың жастарын ауылға деген сүйіспеншіліктерін, патриотизмдерін оятуымыз керек. Себебі қазір көптеген ауылдар жабылып жатыр. Яғни оқушы мектеп табалдырығынан ауыл жайлы жақсы көріп, патриотизммен өссе, кейін ол оқу бітіргеннен ауылына келіп, ауылын дамытады деп мен өз басым ойлаймын. Сізге сұрақ, осы 9-шы сынып географиясында осы өлкетану бойынша тапсырмалар немесе сондай бір тараулар бар ма екен? Осындай бір сұрағыңыз тамаша. Бұған ерекше бір мақтанышпен де, қуанышпен де жауап бере аламын. Көптеген тапсырмалардың барлығы балалардың өздері тұрып жатқан елді мекеннің мысалында қарастырылады. Мәселен, жерлерді рекультивациялау, мелиорациялау деген тақырыпта өз елді мекеніңде ландшафты бұзылған жерді тауып ал, оны рекультивациялау, яғни қалпына келтіру жолдарын ұсын. Содан кейін жөндеуге рекультивацияға дейін, рекультивациядан кейін деген сияқты бейнелерді сал, оны қалай өзгертесің. Содан кейін оның ғылыми негіздерін жасап бер, өйткені сен деген бір жерді жақсы қылам деп, екінші жерді құртып алма деген сияқты, басқаларға зиян келмесін деген сияқты балаларды ойландыратын қосымша тапсырмалар тағы да бар. Енді облыстық деңгейге келетін болсақ, мәселен, сенің облысыңа қанша қазақша, қанша орысша жазылған оқулықтар керек, соның біршама нобайын шығарып ал, оны бір тапсырыс ретінде әкімдікке ұсын деп. Сондықтан ол деген қалай болса да өзінің облысын зерттей бастайды. Қанша мектеп бар екен, оның қанша оқушылар оқиды, неше мектеп сабақты орыс, ұйғыр немесе өзбек, тәжік тілінде береді, неше мектептер таза қазақша береді, сөйтіп жобалайды. Немесе климат деген тақырыпты өткен кезде қанша осы климатқа байланысты қандай киім алуың керек, ол қаншалықты тиімді деген сияқты сондай тапсырмалар тағы да бар. Ол баланы өмірлік мәнмәтінмен байланыстыратын. Көптеген тапсырмалар осы баланың өзінің елді мекеніне, өзінің тұрып жатқан аймағына байланысты. Ал енді бүкіл мектептер осы оқулықтағы тапсырмаларды сапалы орындап шығу керек. Енді бұл жерде мәселен бір мектептерде интернет болады, бір мектептерде интернет болмайды. Мына жақта инфографика жаса деген тапсырмалар бар. Енді сенің мектебіңде компьютер жоқ болса, интернет жоқ болса, онда баламалы тапсырма тағы да бар. Егер сен инфографика жасай алмасаң, оны постер түрінде көрсет деген сияқты баламалы варианттар тағы да көрсетілген. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Осы, если мы
вернемся на класс ниже, к 8 классу учебники. Вы предусматривали большое количество различных задач, различных диаграмм, заданий, джап-анализ, анализ разрывов, диаграмма Ганта. И что я обратил в сравнении, что в 9 класс, учебник 9 класса, он исключил из себя эти задания, дает пошаговые инструкции. Теперь вот этот как раз разрыв 8-9 класса, как он повлияет на освоение этого учебника? И здесь, скорее всего, вопрос будет поставлен так, будет ли правильным и было ли правильным убрать и оставить в основном именно задания пошаговых инструкций для того, чтобы ученики сами выполняли, составляли те же самые диаграммы. Очень интересный вопрос. Теперь я прям дотошной детализации писал учебники 7-8 класса, когда мне говорили, убери инструкции по написанию статей по пирамиде Минта, либо убери полностью описание, как делаются круги Эйлера. Я обещал издательству. Я их уберу, но не сейчас, а во втором переиздании, потому что как только учителя Казахстана научатся делать сами гэп-анализ, свот-анализ, либо статью по пирамиде Минта, либо писать эссе по инструкциям, тогда я их уберу, потому что я ставлю только напишите текст по пирамиде Минта, а саму детализацию я уберу, потому что учителя уже примерно знают. Составьте гэп-анализ, там сахарная промышленность в Казахстане. Уже учителя знают, как проделывается гэп-анализ, я описание гэп-анализа, как он проделывается, убираю и так далее. И вот за счет этого сокращается объем. Теперь в 9 классе гэп-анализ, свот-анализ, пирамида Минта, там либо круги Эйлера и всякое такое, я их не добавлял, потому что я уже полагаю, что и ученики, и учителя эти методы в 7 классе, 8 классе овладели и применительно к контексту географии Казахстана могут его свободно применять. Просто мы даем уже другого рода задания, чтобы обогатить методический опыт учителя и обогатить инструментарий ученика. Вот поэтому здесь детальных либо таких заданий, которые раньше были не свойственны нашей географии, таких нету, остались более-менее классические, но здесь опять, понимаете, даю немного подробно пошаговые инструкции для того, чтобы учитель также эту методику освоил. Как только он освоит, опять эту детализацию можно будет убрать со временем. Но то, что изучено в 7-8 классе, к примеру, у меня в 8 классе есть, в 7 классе как находить географические объекты на карте. В 8 классе есть темы, связанные с номенклатурой, как показывать, комментированный показ делать. И все эти навыки, они автоматически могут применяться по отношению к Казахстану. Если мы сегодня изучаем гидрографию Казахстана, я даю номенклатуру по теме, к примеру, озера или реки. Они находят, это было в 7 классе навыки, потом они осуществляют комментированный показ, это уже 8 класс. И вот когда ученик показывает мне реку Ле, он уже не просто от истока к Балхашу проводит руку, он делает комментированный показ. Река Ле берет свое начало в горах Тяньшань на территории Китайской Народной Республики, протекает, впадает, вот такой комментированный показ. Поэтому все, что в 7-8 классе было наработано, все это активно должно применяться и в изучении 9 класса. Спасибо. Арслан Әділханұлы, мен мынау қазақ гидронимдеріне байланысты сізге сұрағым бар. Осы жерде біз сабақта өте қолданамыз, әрі мен балаларға соны есте сақтауға міндеттеймін. Енді осы қазақ гидронимдерінің мынау транслитерациясын міндетті түрде ме соны бізге білу оқушыларға? Енді ол мына жерде оқулықта мен деген автор ретінде шамадан тыс көбірек беріп отырмын, мұғалімде таңдау болсын. Мен мына тапсырманы алам, мынаны алмаймын. Немесе мына менде 7-ші Ә сыныбы мықты, оған мына қосымша тапсырманы алуға болады. Ал 5-ші Б класс, ол кішкене осалдау класс, сондықтан екі-ақ тапсырмамен шектелем деген сияқты мұғалімнің өзінде таңдау болсын деп. Енді транслитерацияға келетін болсақ, мен үшін ол өте маңызды тақырыптардың бірі, өйткені біз деген жітіқара,
жеті қара, жеті қара, жеті қара, жеті қара деген сияқты. Сондықтан біз оны орысша да, қазақша да, ағылшын тіліне жазсақ та дұрыс түсіруіміз керек. Содан кейін бір ғана Алматыға байланысты Алматы, Алматы, Алматы деген сияқты сондай варианттар көптеп кеткен. Оның бәрі жалған. Алматы деген ғана дұрыс. Себебі бұл Алматы кирилл әрпімен орыс тілінде қалай қағазға түседі, латын әрпімен қалай қағазға түседі, және қазақша қалай мына қазақша латын харпімен қалай түседі, латынша ағылшын тіліне қалай түседі деген сияқты сол жазбасы, мына көздері дұрыс жазылымға үйрене берсін деген сияқты оймен жазған. Бірақ енді ол мұғалімнің құзыретінде, берем десе береді, бермеймін десе тағы да беру керек. Өйткені бағдарламада оқу мақсаты былай жазылған: жер су атауларын мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын үш тілде ұсынады деген талап тұр. Сондықтан оны балалар орындау керек. Рахмет. Руслан Әділханұлы, енді осы оқулықты тікелей пайдаланып жүрген оқушылар мынау чатқа жазып, мен оларға кеше айтқам, осы авторға барам, сіздер осы сабақ үшін, солар өздері сұрақтарын жолдап отыр екен. Тамаша. Кейбіреулерін оқып берсем, сіздің оқулығыңыз бізге қатты ұнайды. Және берілген ақпарат әрдайым дұрыс. Оқулық жазғанда сіз ақпараттарды қайдан аласыз және оларды қалай сараптайсыз? Тамаша, рахмет. Оқушылардың бойында сын тұрғысы қалыптасып келе жатқанын байқап отырмыз. Директорға қатысты, директордың дәлдігіне қатысты нақты сұрақ қойып отыр. Тамаша, біріншіден рахмет деймін, екіншіден өркен өссін, білім жолы бір даңғыл жол болсын, талай-талай жетістіктерге жете берсін. Енді нақты жауапқа келетін болсақ, бірінші біз ресми деректерді қолданамыз. Менің ең жиі сүйенетін дерек көзім ол деген ұлттық статистика бюросының сайты. Сол жақтан бүкіл деректерді аламын. Содан кейін ол жақта табылмаған жайда, мәселен, қазір Қазақстанда интернетке кіретін болсаң, Қазақстанда ең жоғары температура және ең төмен температура қай елді мекендерде қай жылы тіркелді және оның көрсеткіші қандай болды деген сияқты. Бұл жерде бірнеше елді мекендер аталып кетеді, бірнеше температура. Сонда шатасасың. Мына сондай кезде мен деген тиісті органдарға хат жазамын. Оны мен деген өзім әлеуметтік желілерімде жариялап отырамын. Құрметті Қазгидромет компаниясы, сіздер мына бір ғасырға жуық Қазақстанның климатын зерделеп келе жатсыздар. Мына Қазақстанда жалпы бүкіл тарихты алған кезде қай елді мекенде қай жылы қанша температура, ең суық температура тіркелді, ең жоғары температура тіркелді деген хат жазам. Арнайы бір, егер ақысы болса ақысын төлейсің, электрондық портал арқылы жібересің, олар ресми жауабын береді. Міне солайша жұмыс істейміз. Рахмет. Мақсат деген оқушы, 8-ші сынып оқушысы мынандай сұрақ жолдап отыр. Сіз оқушы кезіңізде география пәнін ұнаттыңыз ба? Неге география оқулығының авторы болдыңыз? Мен география пәні ең жақсы көретін сабақтарым болатын. Географиядан республикалық олимпиадаға дейін шыққам. Содан кейін ең қызығы, бағана біз кәсіби бағдарлау деген нәрсені талқыладық қой. Ол кезде енді біздің мектепте кәсіби бағдарлау аса қатты жүрмеген сияқты. Мен географ болам дедім ба, бітті. Сол география түспейінше географ болып жүрдім. Содан кейін тек қана оқуға түскен моментте қарасам, қаншама қызық керемет мамандықтар бар екен. Бірақ енді географ болғаныма өкінбеймін. Сондықтан не үшін оқулық жаза бастадым? Қазақстан өз егемендігін алған кезде бірінші ұлттық өзіміздің оқулықтарымыз пайда болды. Оны жазған, мәселен, Әбілмажинова Салтанат, Бейсенова Ілияс Арсенова, Ахметов, Есіл Ахметович, Карпеков, Абдулла Дисбалич деген сияқты сондай ғалымдар болды. Олар бүкіл өз оқулықтарын қазақша жазып шықты. Енді соларды орысшаға аудару керек болды. Бүкіл сол факультетте шыққан оқулықтарды мен орысшаға аудардым. Ол мектеп баспасы арқылы шықты. Содан кейін сол оқулықтарды аударып отырып, мен де оқулық жазалады екем-ау деген бір ой келді. Содан кейін көптен бері армандап жүрген кезде сол 2013 жылы маған Алматы кітап баспасының президенті келіп оқулық жазуды ұсынды. Жаңартылған білім мазмұнына дейін біз 10-шы сыныптың оқулығын жазып шығардық. Ол мұғалімдердің жақсы бағасын алған болатын. Кейін жаңартылған мазмұнда осы Алматы кітап автор болып қала бердім. Алматы кітаптың бір ерекшелігі, олар авторларға ешбір шаблон бермейді, шығармашылығына ешбір ноқта салмайды, ауыздық салмайды, шектемейді. Қандай өзің кітапқа деген, оқулыққа деген көзқарасын қандай, толық сол көзқарас бойынша шығара аласың. Сондықтан географияны жақсы көрдім.
ал не үшін автор болдым, мұны бәрі содан туындап отыр, ол туралы кішкене айтып бердім. Тағы бір оқушының сұрағына жауап берсеңіз, қазір көптеген жастар кітап оқығысы келмейді. Сіз қандай ақыл кеңес берер едіңіз жастарға? Бұл жерде келісетін тұста бар, келіспейтін тұста бар. Қазіргі жастардың өмірінің басым бөлігі оқумен өтеді. СМС оқыса да, әлеуметтік желіге кірсе де, біреудің постын оқыса да, өзде контент жазса да, содан кейін көп оқиды. Екіншіден, біз неге қазір жастарды оқымайды деп айтып жатамыз? Өйткені олар біз оқыған кітаптарды оқымайды. Ол өте заңды нәрсе, өйткені менің заманым басқаша заман болған. Қазір олардың заманы басқа. Сөйтіп олар қазір Баякей, Кедейкей, немесе Муракамиді, немесе басқа бір авторлар, Пабло Коэльо деген сияқты соларды көп оқиды, немесе жапон, кәріс мотивтері бойынша көп оқиды. Оның бәрі оқылым. Сөйтіп қазір жастар көп оқиды деп ойламаймын. Олар аз оқиды деп ойламаймын, олар көп оқиды. Өзіне керек. Бірақ тек қана олар аға буын оларға қандай айып тағуы мүмкін. Мен оқыған кітапты оқымасаң, сен дым оқымаған сияқты деген сияқты бірден біз стигма жасап тастаймыз. Ал енді кеңеске келетін болсақ, егер сол аз оқимын деген проблеманы сезіп отырған балалар болса, сол оқи бастау керек, бірақ бірінші ретте ол оқылым өз үшін керек. Ал енді қазақ халқының бір құндылықтарын дәріптеу үшін, құндылықтарын бойына одан ары сіңіру үшін, бұрыс пен дұрысты ажырата білу үшін арасында біздің классиктерге де көзін жіберіп отыру дұрыс. Ол бір. Екіншіден, сен деген қазақ тілін бір еркін, академиялық форматында, әдеби форматында меңгеріп аласың, ол өмірде өте үлкен зор көмек. Енді қазір әлемде біз Қазақстан Республикасы мынау бірінші сыныпқа қабылдаған оқушылар саны бойынша бірінші орында екенбіз. Және 9-шы сынып бітірген оқушылар саны бойынша тоже бірінші орындамыз. Және мынау кітаппен қамтамасыз етілу бойынша да әлемде бірінші орында екенбіз. Оған мынандай үлкен баспалар бар. Мысалы, Алматы кітап секілді тарихы 88 жылдан бастап алды. Мысалы, Қазақ кітап болды, кейін Алматы кітап болды, бекітілді ғой 93 жылы. Енді жалпы қазір мектептерде көптеген кітаптар бар, мектеп баспасы бар, Атамұра бар бұрынғы, Алматы кітап бар. Енді сіз жалпы мынау оқулығыңыз 9-шы сынып географиясының басқа кітаптардан өзгеше 5 несін айтып берсеңіз. Бұл енді сұрағыңыз өзім үшін провокациялық сұрақ сияқты, өйткені мен бәсекелестеріме де баға бере кетуім керек. Енді салыстырмай өзім бұл кітап, өзім бұрын жазған кітаптардан, өзім бұрын аударған кітаптардан қандай ерекшелігі бар деген кезде, біріншіден бұл бастан аяққа дейін бұрынғы оқулықтан құндылықтарға негізделген, екінші мына конструктивизм тәсілдемесі бойынша жазылған, яғни мұғалім сабақ айтып береді, оқушы параграфты оқып қайталамайды. Осы тапсырмаларды орындай отырып, бала деген білімді өзі игереді. Содан кейін бұл формативті, суммативті бағалауды қолдайды. Содан кейін бұл деген пәнаралық байланыстарды көп қамтиды. Содан кейін балаларының өмірлік мәнмәтініне, өмірлік контекстіне жақын жазылған. Яғни бұл сен географиялық білімді тек қана география сабағында ғана қолданып қоймайсың, сен жалпы өз өміріңде география не үшін керек, міне сол сұрақтарға толыққанды жауап берілген. Міне осы жағынан енді аузымды толтырып мақтана аламын деп. Яғни мына тапсырмаларды мұғалімдер сабақ жоспарына қоса берсе болады, Болады. Алып, дайын сұрақтар, дайын тапсырмалар. Жақсы, рахмет. Тағы бір сұрақ бар. Сейчас наше общество и система образования расширяется в инклюзивном образовательном пространстве. И как я говорил в начале, что я только знакомился с этим учебником, у меня возник такой вопрос, были ли применены какие-либо элементы инклюзии в этом учебнике? Здесь мы инклюзию в этом учебнике понимаем как вовлечение всех в обучение, независимо от их особенностей, этнических, физических и так далее. И поэтому отчасти принципы инклюзии применялись. И в качестве примера можно назвать тот момент, вот как я говорил, выполняете это задание с помощью информационно-коммуникационных технологий, но если у вас нет интернета, если у вас нет компьютеров, сделайте в виде постера. Либо выполните это задание одним способом, если у вас нет такой возможности, выполните альтернативно так. Поэтому всегда дается альтернатива. Руслан Әділханұлы, Қазақстан географиясы оқулығында мынау функционалдық сауаттылыққа тапсырмалар көбірек берілген. Сол функционалдық сауаттылықты қазір енді біз ең басты назарға аударып отырмыз ғой. Соған байланысты сіздің өзіңіздің
көзқарасыңыз функционалдық сауаттылыққа осы оқушыларға біз қалай енді соны жеткізсек, қалай бересек, сіздің өзіңіздің көзқарасыңызбен? Бірінші ретте мына бұл география болсын, химия болсын, осы пәндер бойынша білімің сенің қара басыңның мүддесіне қалай қызмет етеді, сол жолдарын үйрету. Мәселен, химияны мен не үшін оқып үйренемін? Өйткені дәрмектерді дұрыс пайдалана білу үшін, немесе өзімнің өмірімде тұрмыста химияны пайдаланған кезде оның дұрысын бір жаманынан ажырата білу. Мәселен, біреулер зиянды, біреулер шашты жылтыратқанмен оның түсіп қалуына себепкер болуы мүмкін. Сондықтан құрамын жақсы білу деген сияқты. Енді география келетін болсақ, біз карталарды оқып үйреніп жатамыз. Ал енді геонавигациялық аппаратурамен істеуді үйретпейміз. Ал енді Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, басқа мемлекеттерден келген азаматтар Астананы көрмей, Алматыны бұрын соңғы көрмей, бірден такси айдап кетеді. Өйткені оңға бұрыл, солға бұрыл, 100 метрден кейін тоқтай қал деген сияқты сондай навигациялық жүйелер бар. Сөйтіп әр білімнің, әр тақырыптың өмірде қолданысы бар. Сол өмірде оны қалай қолдана біледі, соны көрсетсе, балалардың бойында функционалдық сауаттылық дамып кетеді. Тағы да сұрағым бар. Мына ұлттық бірыңғай тестке байланысты. Енді көбінесе біз осы оқушыларды ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алғанды қалаймыз. Бірақ көбінесе біз енді оқулықтың бірнеше баспасы бар. Соның тапсырмаларды мысалы қалай беріледі осы? Көбінесе біз таңдаған кезде мысалы өзіміз Алматы кітаппен баспасымен береміз да, ал ұлттық бірыңғай тестте басқа оқулықтан беріліп жатыр тапсырмалар. Сонда бізде қиындық туындайды. Енді бұған да маған комментарий беру қиын, өйткені ұлттық бірыңғай тестілеу жасайтын ұлттық тестілеу орталығы, ол деген жоғары білім және ғылым министрлігінің қарамағында. Олар бізге бағынбайды, бірақ біздің нақты өзіміздің позициямыз оқулық мазмұны, білім беру мазмұны бірыңғай ұлттық тестілеуге бағынбау керек, керісінше бірыңғай ұлттық тестілеу қазіргі орта білім беру мазмұнынан шығу керек. Біз сол ұстанымды ұстаймыз. Рахмет. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі біздің кездесуіміз маңызды, мазмұнды деген ойдамыз. Әрине, көптеген сауалдарға әлі жауап бере қойған жоқ шығармыз. Бірақ бұл біздің ең бірінші ғана кездесуіміз. Біз бұны дәстүрге айналдыратын бір ойымыз бар. Сондықтан болашақта қай кезде кездесеміз, алдын ала анонс беріп отырамыз. Өздеріңіз бүгін Мадияр мырзаның оқушылары сұрақ қойғандай сұрақтарыңызды